Қазақ тілінің жағдайы туралы айтқанда, мемлекетіміздің негізін қалаған тұңғыш президент, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айрықша еңбегін атап өтуге тиіспіз. Ол елімізде мемлекет құраушы ұлттың саны едәуір аз болғанына қарамастан, Қазақстанның тәуелсіздігін жариялады. Сондай аумалы төкпелі кезеңнің өзінде Нұрсұлтан Әбішұлының тікелей ықпал етуімен парламент қазақ тілін мемлекеттік тіл деп жариялады. 5 жылдық бағдарламамыз бар. 2020-25 жылдарға арналған тіл саясатын жүзеге асырудың бағдарламасы. Осы бағдарламада бірнеше міндеттер қарастырылған. Оның бірінші міндеті Қазақстандағы тұрып жатқан барлық халықтардың бірлігін нығайта отырып, сақтай отырып, лингвистикалық капиталды дамыту. Соның ішіндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді білу деңгейін шекті мән белгілей отырып енгізу жолдарын қарастыру болатын болса, сонымен қатар мемлекет тілдің қолданыс аясын кеңейту бағытындағы оқу әдістемелік әдебиеттерді шығару, латын қарпін енгізу, шетелдегі отандастарымызға көмектесу сияқты бірқатар ауқымды шаралар бар. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде, оның ішінде шет елдердегі мекемелерінде жұмыс істейтін дипломаттар бір емес бірнеше тіл біледі. Олар әлем тілдерін жетік меңгеріп, ойларын еркін жеткізе алуы тиіс. Себебі біздің миссиямыз халықаралық қатынаспен, алыс жақын елдермен ынтымақтастық орнатумен тікелей байланысты. Елдестірмек елшіден деп бекер айтылмаса керек, барлық мәселе тіл арқылы шешімін табады. Дегенмен министрлікте өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қағидаға сүйеніп, жаңадан қабылданатын қызметкерлерге шет тілдерімен қатар мемлекеттік тілді білу талабы қойылады. Бұл президентіміздің қызметке тағайындау кезінде азаматтардың біліктілігімен бірге қазақ тіліне мән беру керек деген ұстанымның айқын көрінісі. Мағжан Жұмабаевтың сөзі бар: ұлтқа тілінен артық қымбат нәрсе жоқ дейді. Сол ұлттың тілінде ұлттың сыры, мәдениеті, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініс табады дейді. Яғни, егер біз Қазақстандағы қазақтар өзіміздің ұлтымыздың тілінде, яғни қазақ тілінде біздің рухани әлеміміз сыр шерту керек. Біздің әдебиетіміз, мәдениетіміз жазылу керек. Біздің тұрмыс тіршілігіміздің барлығы осы өзіміздің ана тілімізде, қазақ тілінде қалыптасу керек. Қазір демографиялық ахуалдың өзі қазақ тілінің ұпайын түгендеу бағытына қарай дамып келеді. Яғни біз алға қойған мақсатымызға міндетті түрде жетеміз. Мұндай астары қалың ел тағдырын шешетін іргелі істе асығыстыққа жол бермеу керек. Қайта әрбір әрекетімізді ақылға салып, мойнымыздағы тарихи жауапкершілікті барынша сезіне отырып, жұмыс істегеніміз дұрыс. Осындай өркениетті қадамдардың нәтижесінде ғана қазақ тілі ғылым тіліне айналады.